көрермен, назарларыңызға филиал тынысының кезекті шығарылымын ұсынамыз. Бүгінгі айдарымыз 2017 жылдың 25 желтоқсанда ашылған Атырау облысындағы Академия филиалына арналады. Азамат Бекіш басқаратын ұжымда түрлі ғылыми дәрежедегі 14 маман жұмыс жасайды. 2021 жылы филиалда 8 қайта даярлау курсы, 46 біліктілікті арттыру семинары ұйымдастырылып, шараға барлығы 4566 тыңдаушы қатысқан. Бұдан бөлек филиалда тілдік құзыреттілікті дамыту бағытында кешкі тілдік курстар тұрақты түрде ұйымдастырылады. Нәтижесінде ағылшын және түрік тілдерін меңгеру шарасына 160 мемлекеттік қызметші қатысқан. Филиал ынтымақтастық аясын кеңейту мақсатында Атырау облысы әкімінің аппараты, Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті, Халел Досмұхамбетов атындағы Атырау университеті мен облыстық сайлау комиссиясы сынды бірқатар мекемелермен меморандумға қол қойып, бірлесе жұмыс жасауда. Сонымен қатар филиалда үлкеннен шарапат әлеуметтік жобасы, парасаттылық және көшбасшылық мектептері, еріктілер клубы жобалары жүзеге асырылуда және аудандарда көшпелі семинар ұйымдастыру жалғасып жатыр. Атырау облысындағы Академия филиалының тыныс тіршілігі міне осындай.